Тазда тоққа соғылып, екі қолынан айырылған 5 жасар Аманжолдың оқиғасы көпшіліктің есінде. Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің қолдауымен Аманжолдың ата-анасына емханаға жақын жерден 3 бөлмелі пәтердің кілті табысталды. Бүгін енді осы үй беріп отыр. Біріншіден облыс әкімі Ғалия Нәжімедұлының бастамасын Жайық мұнай-газ компаниясы қолдап, 3 пәтерлі Аманжол баламызға үй бүгін табысталып, кілтін бердік. Бұл енді тегін берілген үй. Барлық құжаттардың бәрін бітіріп, мамасы Әсел Серікқызына табыстады. Аманжол екі қолдың орнына аяғымен жұмыс істеп үйреніп қалған. Күні кеше ғана Балақай Алматы қаласында болып, жасанды қол орнатып келді. Бірақ ол Аманжол үшін әзірге үйреншікті емес. Иығын қажап, сәл ауырлық сезімін береді. Қазір қойылған жасанды қолмен Аманжол тамақ іше алмайды, қасық ұстауға икемсіз, дейді ата-анасы. Кәдімгі саусақтары қимылдайтын протез орнату үшін бала тым кішкентай, салмағы аз көрінеді. 18 миллион протезі бойымен салмағы келмей тұрғасын оны қондыра алмады. Мына енді үйренуге тұрып тұруға осы салмағы аздау протезді қондырды. Өзінің қолына сәйкес, бойына сәйкес болғандықтан. Облыс әкіміне рахмет, қазақ халқымызға рахмет. Осындай іс түскенде басымызға қиындық туғанда басымызға сүйеу болып, жаңағыдай көмектесіп, атсалысып жатқандарыңызға рахмет деймін енді. Ауылдан күні кеше көшіп келген отбасы қазір қалаға бейімделіп жатыр. Үйдің отағасы Орынбек Сейсенғалиев қазір жұмыссыз. Алда жұмыс істеп, отбасына қолғабыс қылсам дейді. Жаңадан келіп жатыр. Жұмыс іздеймін, жұмысқа тіркелемін енді жаңа жылдан кейін. Аманжол әзірге балабақшаға бармайды. Әзірге үйде анасы қарап отыр. Баланың ата-анасы алдағы уақытта өмірге икемді келетін қымбат протез қоюды жоспарлап отыр.